Саламатсыздар ма, құрметті Эко мамасының көрермендері? Парақшама қош келдіңіздер. Тіркеліп қойды, ұмытпаңыздар. Бүгін біздер фунчоза салатын жасаймыз. Өте дәмді, тез. Бұл салаттан енді бас тарту мүмкін емес. Жасап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Сәбізімізді корейский өткізіп аламыз. Одан кейін қиярымызды да, яғни огурцымызды кәріште тураймыз. Өте әдемі болып шығады. Және болгар бұрышымызды да дәл солай кәріс түрінде турап шығамыз, ұзынша қылып. Енді тілі үйірерлік салат қой бұл деген. Тілім келмей қалды ғой бұл салатты айтқанда. 2 зубчик чеснок жарап қалады. Үкіштен өткізіп, енді ыстық суымызды құйып, бір 3 минутқа ғана қойып қоямыз. Сол жеткілікті. Артық ұстамаңыздар, себебі каша болып кетеді. 3 минуттан кейін душлактан өткізіп аламыз. Үстіне салқын су құйып, жақсылап араластырғаннан кейін барып, оны қайшымен арасынан қиып, біршама жерден қиып тастаңыздар, себебі өте ұзын, жегенде ыңғайсыз болады. Ауызға апарудың өзі бір жұмыс болып кетеді, қимасаңыздар. Осылай қайшымен қиып қойсаңыздар, өте жақсы ыңғайлы болады. Енді үстіне қуырған етімізді салып жібереміз. Үстіне уксусымызды құямыз. Чайный ложка жарайды сол кішкентай. Содан кейін соевый соусты құямыз. 3-4 қасық жарап қалады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша әрине барлығы да. Мен артық ештеңе қоспаймын. Оны осындай фунчоза приправасын қосамын. Осы маған жеткілікті, себебі ащыны көп жеуге де болмайды, білесіздер. Жай ғана бұл тамақпен бірге, болмаса өзінде жеуге болады, дәмді болып шығады. Қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Қараңыздар, өте керемет болып шықты. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, ұмытпаңыздар. Иісі енді бұрқырап тұр ғой. Рахмет. Эко мамасымен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз.